Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Бүгін бізде курсымыздың соңғы сабағы 14 күн 14 минутта өте шықты, Сіздер байқадыңыздар ма? Мен өзім шокпын. Себебі кеше ғана басталған сияқты еді. Кеше ғана мен сабақтарымды түсіріп бастаған сияқты едім. Бүгін қазір мен соңғы сабақты түсіріп отырмын. Сіздерге қазір жіберем. И мен басымда кішкене келіспей жатыр да. Қалай уақыт өте тез өте шықты, мынандай ақпаратты мен сіздерге 14-ақ күнде бердім, 14 күнде мынандай сайт жасап шықтық, мысалы IT Studio деген, Мынаның өзін жасау үшін бізде мысалы универде, колледжде мынаны жарты жыл үйретеді. Осындай нәрселерді езе береді, айналдыра береді ақпаратты. Бір текст жазуды, фото қоюды қайта-қайта соза береді, А мен сіздерге барлығын бүйтіп сығып, мысалы бір тряпка болады ғой, мысалы мына киім жатыр, мысалы. Мен киімді алдым да былай сықтым. Мысалы сайт жасау, мысалы менің фронт-энд опытым, тәжірибем болсын, 3 жылдық опытым. Мынаны алдым мен, былай сықтым, мынадан шыққан су, яғни самый керек нәрселері, самый согын ақпарат ретінде сіздерге бердім. И осындай сайт жасап шықтық, 14-ақ күнде. Сіздер 14 күнде, мысалы 14 күнге дейін, осы курсқа дейін, вообще компьютердің не екенін білмеген болуыңыз мүмкін да. Мысалы сайт жасау тұрмақ, бұл жерде мысалы Word файлға жазуды білмеуіміз мүмкін, папка ашуды білмеуіміз мүмкін. Сондықтан біз барлығын нөлден бастап қарастырып, осы деңгейге дейін әкеп жеттік. Бұл курс профессионалдарға емес, продвинутый курс емес, бұл курс базовый. Нөлден бастап осындай қарапайым сайт жасауға дейін кішкентай деңгейді алып шықтық. Енді мен ойлаймын, осы курсты оқып жатқан барлықтарыңызға бір кішкене болса да бір пайдасы тиген шығар деп ойлаймын. Енді егер пайдалы болса, барынша курсымызға жақсы отзыв қалдырасыз деген ниеттемін, себебі сізден кейін де қаншама адамдар оқиды, қаншама адамдарға пайдасы тиеді. Егер мына курстың бір жерін өзгерту керек деп ойласаңыз, не қосуға болады деген ойларыңыз болса, маған жекеме жазсаңыздар болады, WhatsApp-қа болсын, Telegram-ға болсын. Біз сіздердің ойларыңызды алып, қабылдап, соны келесі потоктарымызға енгізуге тырысамыз. Енді бір ғана курспен тоқталып қалмаймыз, бір ғана потокпен тоқталып қалмаймыз, армен қарай жұмыс жасайтын боламыз, себебі адамдарға пайдалы болып жатыр. Мен қазірдің өзінде кішкене отзывтар алып жатырмын, қуанып жатырмын адамдар өздерін кішкене болса да пайда алып жатқандарына. Мен мысалы өзіме де көмектестім, сіздерге де көмектестім, сондықтан мен өте қуаныштымын курс жасау жұмысына келгеніме, себебі қазір мен өзім студентпін, 3-ші курсымда осылай өз курсымды өткізіп, мысалы өзімнен кішкентайлар адамдар бар, үлкен адамдар бар, оларға бір кішігірім бір ұстаз болғаныма мен өте қатты қуаныштымын. Сондықтан бұл курсымды егер сатып алған болсаңыз, сізге мың алғыс, Алла разы болсын. Бұл курстан сіз өзіңізге бір пайдалы алдыңыз деген ниеттемін. Енді қараңыздар, мына курсты оқып шықтыңыздар 14 күн. 14 күнде енді үй тапсырмаларын орындадыңыз, осындай сайт жасап шықтыңыз. Енді бірақ дәл осымен ғана тоқталып қалуға болмайды. Мысалы кейбіреуіңіз кейбір адамдар болады, бір курс оқиды да, үсте мен дайынмын дейді, пүк деп арғай нетеді, балшыдан палочка күтем ма, білмеймін, бір сразу табыстап кетем деп ойлайды да. Но ол өмір ондай емес та. Өмір деген нәрсе ол олай жұмыс жасамайды. Сізге бастама, ары қарай сіз бірнеше қадам өтуіңіз керек қой. Мысалы жалпы сайт жасау 10 балмен алсақ, сіз может 2-сіз, может 3-сіз қазір. Бірақ сіз 0 болып келдіңіз, может быть -3 болып келдіңіз да, біз осы курсқа сіз 2-сіз, 3-сіз, оның өз нәтиже. Кішкене нәрсе үйренсеңіз, бір курстан болсын, бір тренингтан, мастер-класстан, мынандай нәрсе үйренсеңіз, соның өз нәтиже де. Мен өзімде мысалы тренингқа бардым өз қаламда ең бірінші. Мен Семей қаласында тұрамын, жалпы Семей қаласында бізде тренингтер болмайды да. Сабитов Надир деген бауырымыз бар, өзімнен 1 жастан үлкен, қазір күні 10 миллион, 20 миллион табады табысы. Соның тренингіне бардым. Орыс тілінде болды. Толық прям вау эффект болған жоқ менде. Біраз нәрселерін мен білдім, бірақ біраз ақпарат алдым. Мынандай болса да ақпарат алдым. Бірнеше таныстықтар болды, бірақ но все же қандай бір көңіл күйін түсіріп, тренингтен пайда жоқ деген нәрсе жоқ та менде. Мынандай болса да кішкене пайда алсаңыз болады. Каждый кітаптан болсын, әрбір адаммен сөйлесуден болса да, тренинг, видео, курс, кішкене ақпарат алсаңыз өзіңізге жаңа, кішкене инсайт, кішкене ой алсаңыз, ол сізге нәтиже негізінде. Адамның мышлениясы дамиды,
осындай soft skill, hard skill деген нәрселер болады. Соларды дамытасыздар. Осылай нәрселерге қатысу арқылы, өзіңіздің біліміңізге инвестиция жасау арқылы. Мен жалпы бұл курсты тек қана осы программирование саласынан, немесе тек қана IT, тек қана фронт-энд, тек қана сайт жасау бойынша ғана қылғым келмейді. Мен сіздерге осылай өзімнің жеке өз опытымнан, жеке өзімнің мотивациямды бергім келеді. Сіздерге өзімнің бір пайдамды жеткізгім келеді. Мен осы күнге дейін 30-дан аса кітап оқыдым. Мен қазір мақтанып отырған жоқпын, бірақ мен өзімнің путімді, өзімнің жолымды айтқым келіп тұр. Мен 30-дан аса кітап оқыдым. Мен қаншама мотивациялық, не болмаса подкасттар көрдім, көп видео көрдім мен. Қаншама фильмдер көрдім мотивационный, мысалы, өмірімде бір рет мен тренингқа бардым, живой. Сол жаңа айтып өттім. Себебі біздің қаламызда болмайды. Ондай реально жоқ та, семейде жасайтын адамдар жоқ, немесе орындар жоқ, білмеймін. Өзім естімеппін, сондықтан менің ең алғашқы және соңғы тренингім болды бұл. Онлайн тренингтерға қатысқам, онлайн курстарға қатыстым. Жалпы осының барлығында маған уже 5 жыл болды айналысып жатқаныма. Мен қазір жасым 19-да. 15 жасыма дейін мен былайша айтқанда компьютерден ойын ойнайтынмын. Майнкрафт ойнадым, Counter-Strike ойнадым, Call of Duty ойнадым. Мен сол кезде қандай хит ойындар болды, біраз ойнап шықтым негізінде. Қатты фанат болған жоқпын, бірақ ойнайтынмын. 2-3 сағаттан болса да. Енді балалар болды, енді 10 сағатта ойнайтын, бірақ ондай деңгейге барған жоқпыз, бірақ осылай 2-3 сағаттан ойнап жүрдім. YouTube-тан болса, ол кезде тарифтан мысалы бізде 5 гигабайт беретін да, номер арқылы болатын тарифіміз. Сол 5 гигабайтты бір аптада бітіріп жүрдім да. YouTube-тан сол ойындарға обзор көретін. И бір күні мен, по-моему, 8-ші класс бойдым, или 9 ба, 15 жасқа толайын деп жүрдім да, или толдым. В общем, мынандай оқиға болады, қызық оқиға, негізінде класста бір қыз ұнайды. Мен классымды ауыстырған болатын, параллель классқа өткем, и параллель класста маған бір қыз ұнап қалды. И андай соның кішкене қызығушылықтары, андай қандай ұлдар ұнайды деген сияқты темаларды кішкене қызыға бастадым да. И соны болды да, там анау бар, мынау бар деп айтты да, соның біреу пресс болды. И мен ол кезде негізі уже дзюдоға как бы 4 жыл қатысып сығам да. Но денсаулықтарыма байланысты уже қатыспай кеткем. Запрет болды маған дзюдоға қатысуға. И как бы мен өзім денем өзіме ұнайтын ол кезде. Бірақ қарасам, былай прессім шықпайды да. Ұстасаң бар, бақып көрмейді. И сол кезде андай жасай берсін, бір скручивание бар өзі бейт. Былай ұстап жасаймыз ғой, барлықтарымыз. Соңынан жасай берем, бір пайда жоқ. Сосын YouTube-тан іздеймін. Ол кезде кішкене баласың ғой, кішкене ойланбайсың ғой. Как накачать пресс за 5 минут дейсің ғой. Ойлаш, 5 минут жасап пресс шығып кетеді деп ойлайтын да, сол кезде кішкене аңқаумыз ба, білмеймін. Сосын көптеген видеолар шығып жатыр, қарап отырмын, өтпейді, бір түсті маған бір видео. Игорь Войтенко деген жігіт екен. Украиналық жігіт, сақалды білетін шығарсыздар, может, қазір Америкада тұрады. Фитнес-блогер, мотиватор. Соның видеосын көрем, жақсы жеткізді маған прессті. Соң күн жасадым. Көп жасаған жоқпын, бірақ 2-3 күн нәрсін. Ол кезде өзің үшін емес қой, басқа біреу үшін болғаннан кейін. Сосын мен сол арқылы Игорьдің блогына түстім да, YouTube каналына түстім, Игорь Войтенко деген. Қараймын, жаңа жолын көрем, өткен, сол көп видеоларын көре бастадым. Мотивациялар алып жатырмын. Анау кітап оқиды, таңғы 5-те тұрады. Андай жалдамалы жұмыста жасап жүреді, мысалы үйіне 1-де 2-де келеді, 5-те тұрады. Мысалы жұмыс 8-де болса 5-те тұрады, мысалы 3 сағат видео түсіреді, YouTube-ын дамытады. Сөйтіп 1 жыл жұмыс істейді, YouTube-тан табыс табады, жұмысынан шығып кетеді. Ары қарай көшеді, өзінің залын ашады, киімдерін жібереді. Өзінің историясын көрсеңіздер, керемет вдохновение береді да. И сол жігітті қаншама көріп жүріп, солай мен осы 15 жасымда, февраль айында или январьда ма, ең алғаш кітабымды оқып бастадым. Электронды кітап ол кезде. Правила 10 раз больше деп аталады. Грант Кардон кітабы. Соны оқыдым. Ұзақ оқыдым. Мен ол күнге дейін бірде рет кітаптың бетін ашпағам. Мен отличник, мен қызыл аттестатпен бітірдім, бірақ та мен кітап оқымайтын вообще. Сабақтікі болсын, болады шығар. Бірақ былай өзім дамытуға, не болса оқиға болсын, вообще кітап оқымайтын. Маған оқы дейтін үйдегілер, оқымайтын, бірақ маған ұнамайтын. Мен сол кезде өмірімде бірінші рет кітап оқимын. Өзім заставить етіп тұрып оқыдым бірінші кітабымды. Ұзақ оқыдым. Вроде бір ғана ой түсіндім ғой үшін.
мақсатты 10 есе жоғары қою керек, сонда сенің результатың мысалы бірдегідей емес, мысалы 3 болуы мүмкін, 4 болуы мүмкін да, бірден жақсы болады деген сияқты идеяны ұқтым да. Келесі кітап кішкене развитиядан кішкене демалайын деп Робинзон Крузоны оқимын. В общем, кезек сөйтіп оқып отырдым. Оқиға, әңгіме кітап и мотивациялық там развития кітабы деген сияқты. Солай оқып жүріп бірінші жыл, по-моему, 5 жыл ма, 5 кітап па или 6 кітап оқып тастадым. Өтті маған. Мен тек қана кітапты алған жоқпын. Мысалы, игерден мен көп қабілет алдым да. Мысалы, мен елдің алдында сөйлей бастадым, сахнаға шыға бастадым, сахнаға шығып ән айта бастадым сол кездері мектеп кезінде. Көптеген жалпы қасиеттерді бойыма игере білдім. Осы күнге дейін бір табыс әкелетіндей ешқандай бір қабілет, ешқандай бір мүмкіндігім болған жоқ. Кәсіп ашатындай. Енді соған осылай 5 жыл дамып көп нәрселерге қатысып, көп нәрсені көріп, өзімді дамыта бердім, жалғастыра бердім. И осылай ақырын осы деңгейге дейін жеттім деп айта аламын. Иә, енді күн көрісімізге жеткілікті табыс тауып жатырмыз. Енді кей кездер болады, аш жүретін кезіміз де болып қалады енді. Үйдегілерден ақша сұрағың келмейді ғой енді. Мына жақта студент болғаннан кейін өзіңнің бір амалдарын табасың. Сондықтан да ешқашан да тоқтамаңыздар. Әрқашан даму үстінде болыңыздар. Жалпы керемет сөз бар. Білім теңіз, түбі де, шегі де жоқ дейді. Жүсіп Баласағұн атамыз айтады. Сондықтан адам ешқашан білімге тоймайды. Сен 100-ден ассаң да мейлі 50-ден ас, мейлі 10-да бол, әрқашан білім алуың керек. Мектепте білім алдық, садикте алдық, универде алып жатырмыз. Жұмыс істейміз, жұмыста курстарға жібереді, мұғалімдер көп білетін шығар. Одан кейін үйге жатамыз, мысалы газет оқимыз, интернеттен қараймыз, анау-мынау. Ешқашан тоқтамаңыздар. Курсты жалпы оқу үшін либо 18-де, либо 16-да, либо 25-те болып қажет емес та. Курсты оқу үшін любой возраст 35, 40, 50. Ну, конечно, енді өзіңізге байланысты. 50-де, 40-та мысалы сіздің қабылдау қабілетіңіз кішкене төмендеп қалады да, сіз мысалы жаңа ақпарат қабылдай алмағаныңыз мүмкін. Сондықтан жалпы өзіңіздің халіңізге, өзіңіздің әрекетіңізге байланысты барлығы да болады да. Соны ешқашан өзіңіз тоқтатпаңыз дамытуды. Мысалы мен керемет мотивацияны кімнен аламын дейсіздер? Мен мысалы өзіміздің жерлестерімізден аламын. Марғұлан Сейсенбай болсын, қанша миллиардер, Қуаныш Шонбай деген сияқты мысалы қазақтың керемет кәсіпкерлері бар да. Солардың мен қанша видеоларын көргенмін да, интервьюларын көрдім, әңгімелері бәрі өте сөздері бар. Оларда да жол болғанда, олар да өзінің алғаш табыстарын менің де 2 жасымда, 18-19 жасында, бәлкім одан да ерте тапқанда. И ойлап қарасын, мысалы жарайды там Америка, мысалы Илон Маск алайық, Билл Гейтс деген сияқтылар қарайсын да, ол нереально ғой, олар Америкада ғой деген ой келеді. Ондай табыс таба алмаймыз ғой. Бірақ өзіміздің жерлестерді қарайсыздар ғой, мысалы Қуаныш Шонбай болса да, мысалы Ахметбек ағамыз бар, Марғұлан Сейсенбай бар. Басқа да кәсіпкерлер көп қой, Қайрат Құдайберген, мысалы Сырымбек ағаларымыз. Олардың барлығына қарайсыздар. И вроде қараңыздар, бір тілде сөйлейміз, бір жердеміз, тоже 2 қол 2 аяғымыз бар. Олар да қарапайым отбасыдан шыққан, қарапайым қазақтың балалары. Олар жасап жатқанда уже мен де жасай аламын деген сенімділік пайда болады. Мен бұрында тек қана шетелдің успешныйларын қарайтын. Осы жылдан бастап өзіміздің қазақ жерлестерімізді қарай бастадым. И менің результатым кішкене өсті. Мен бойымдағы сенімділігім артты. Себебі осы ағаларымыз жасай алғанда, біз де жасай аламыз деген сенімділік болды менде. Сондықтан да барлығы мүмкін. Ешқашан тоқтатпаңыздар, өзіңіз бір жолды таңдаңыздар да, сол жолдан табысқа жеткенше, сол жолдан жетістікке жеткенше тоқтамай әрекет етсеңіздер, сондықтан да барлығы болады. Мен сіздерді осы курста оқығандарыңыз үшін сіздерге алғысым шексіз. Себебі бұл курс тек қана сіздердің емес, менің де өмірімді өзгертті. Мен де басқаларға бірдеңе бергім келетіндігін түсіндім. Сондықтан да бұл курспен тоқтап қалмай, арымен қарай дами беріңіздер. Ешқашан тоқтап қалмаңыздар. Сіздер керексіздер. Сіздер ең бірінші өздеріңізге керексіздер. Сіздер отбасыларыңызға керексіздер. Ата-аналарыңызға, ағайын бауырларыңызға, жарларыңызға, балаларыңызға керексіздер. Сондықтан өзіңізді сорлы сезінбеңіз, өзіңізді мықты сезініңіз, өзіңізді барынша, енді мен бұл жерде ондай көкірек қосып немесе өзіншелік туралы айтып тұрған жоқпын, жоғарыдан қарау туралы жоқ, бұл ой емес. Сіздің самооценкаңызды арттыруыңыз керек өзіңіздің. Өзіңізді жақсы көріңіз. Сіз қандайсыз, сондай қылып жақсы көре біліңіз. Иә, сіз қателесесіз, сіз кейбір кезде жеңіске жетесіз, кейде қателесесіз. Бірақ өзіңізді жақсы көріп тоқтатпаңыздар. Мысалы, жеңіске жетсеңіз жақсы көремін, қателессем жақсы көрмеймін деген тема болмау керек. Мысалы, бірдеңке жасап қоясыз, бірақ сіз де өзіңіз жек көріп кетесіз, білмеймін, мен неге осыны жасадым деп. Сіз өзіңіз қабылдай біліңіз, қандайсыз, сондайсыз.
қандай барсыз, сондай болып сіз жетістікке жетуіңіз керек та. Бірақ өзіңіздің бойыңызда жаман әдеттерден арылмай сіз жетістікке жете алмаймыз. Сондықтан өзіңізбен әрқашан күресуді тоқтатпаңыздар. Өзіңізді әрқашан жеңіңіздер. Мен өзіңді жең деген бренд қалыптастырғым келген. Қазір Казway деген бренд қалыптастырғым келеді. Казway деген, яғни Каз деген Қазақстан, Way деген путь. Қазақтың жолы деген сияқты ғой, қазақтың жетістікке жолы деген кішкене осындай бренд қалыптастырғым келеді. Сондықтан мен ойлаймын, біздің де қолымыздан келеді, біздің де қолымыздан әлемді бағындыру келеді. Сондықтан ешқашан тоқтамаңыздар. Курста болғандарыңызға рахмет. Әрмен қарай дами беріңіздер.